Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бір жасағаннан керемет болып шығатын, өте жұмсақ, ауызға салса еріп кететін сметанник пирогының рецептімен бөлісемін. Дәлме балмұздаққа ұқсайтын дәмді пирогтың бірі. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға иленген ұнымызды дайындап аламыз. Оның үстіне қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Қантқа жұмыртқамызды салып, бір келкі етіп араластырып, қантымыз ергенше араластырып аламыз. Ұнымызға 82% сары майымызды салып, сары май толығымен ұнға малып ұнтақтап шығамыз. Майда крошка тәріздес етіп. Ұнымыздың үстіне дайын жұмыртқалы массамызды саламыз. Бір-біріне біріктіріп, жұмсақ қамыр етіп илеуіміз керек. Барлық керекті заттарды описание бөліміне толығымен жазып шығамын. Осы қамырды әдемілеп біріктіріп, жұп-жұмсақ қамыр шығуымыз керек. Жұп-жұмсақ қамырымызды мұздашқа салып, 15-20 минут көлеміне пакетке салып қоямыз. Оған дейін қаймақты салмамызды дайындайтын боламыз. Қаймақтың үстіне қант, бір-бірден жұмыртқамызды салып, қант ерігенше араластыратын боламыз. Мұздатқышқа тұрған қамырымызды алып, асты үстіне кішкене ұн себіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Пергамент қағаз төселген формамызды дайындап қоямыз. Қамырымызды формамызға орналастырып, қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамырымызды шет-шетіне қарай, яғни бортиктерін жасаймыз. Бортиктарын бір кетіп жасауға тырысыңыздар, сонда піскенде әдемі болып шығады. Қаймақты салмамызды салып, қызып тұрған пешке 180 градусқа 25-30 минутқа салып қоямыз. Пирогымызды ыстық кезінде кесуге болмайды. Пирогты суыған соң барып кесігеміз. Осындай өте жұмсақ, ауызға салса еріп кететін әдемі дәмді пирог шығады. Біздің отбасымыздың сүйіп жейтін пирогы. Сіздердің барлықтарыңызға рахмет. Көргендеріңізге каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Көп рахмет.